Рас. Шынымен де. Why not? Неге қалмасқа, неге көрмеске деген сияқты. Солай. Осындай нотада ендеше достар, біз бір кесе шай подкастын бастайық. Бізге қонаққа Абылай келді. Келді дегенде виртуалды. Біздер қазір Zoom арқылы байланыстамыз. Абылай қазір Алматыда, мен Сеулде. Солай, Абылай, қош келдің біздің студияға деп айтайын ба? Рахмет. Қалай, бәрі жақсы ма? Иә, шүкір. Ептеп септеп жүрміз әйтеуір. Ептеп, Ақырындап. етеп. Ептеп, иә. Ептепті солай жүрміз әйтеуір ең бастысы. Мгм. Қалай, көңіл күй қалай, бәрі жақсы ма? Ауа райы қалай болып жатыр Алматыда? Қыс Иә, келді ма? одан басқа бәрі болады. Бәрі окей дегендей айтады ғой. Окей. Сонымен Жоқ, қыс келмеді. Ауа райы әлі ортаңғы тұр. қалай, бірнеше жылдан бері сен Хонконгда оқыдың, енді қазір Алматыға қайтып оралдың. Қалай болып жатыр Алматы? Қалай қарсы алды сені? Үйренісіп жатсың ба, әлде біраз нәрсе өзгерген ба, қалай, бір мүмкін reverse cultural shock алған шығарсың деген сияқты сондай сұрақты қойғым келеді. Негізі Алматыға қайтып келгенім ол бірден негізде болмаған нәрсе. Мен Алматыға қашан? 8 маусым күні қайтып келгем. Бірақ менде сол Астана мен Алматының арасында сол жаз бойы жүргем, себебі шаруаларыммен. Бірақ Алматыға осы жаңадан қайтып келдім толықтай. Сол айтатын нәрсем, жалпы қала қатты өзгермеді. Мүмкін кішкене нашар жаққа да өзгерді деп айтсам болады, бірақ ол бүгінгі тақырыптың маңызды жағы емес. Бірақ жалпы былай қарасақ, қаланың өзі жақсы қарсы алды. Бірақ осы еді бәрібір айтатын нәрселерім көп ол жайлы. Мысалға негізі қабылдағанның өзінде де қазір кішкене өзімнің де қиындықтарым бар болып тұр. Бірақ ол қиындықтар ылғи болған соң, сол үшін оған үйреніп солай өмір сүріп жүрміз. Әзірге өзімді ізденумен айналысып жатырмын. Қай салаға барсам екен, бірақ негізінде ол өзімде ойымның барлық салаларымды жалғастырайын ба, жалғастырмай ақ қояйын ба деген қазір сол таңдауда жүрмін. Себебі көбінесе сен өзің де білетін шығарсың, мен музыкаға өте құмар адаммын, бірақ мен өзім соған мүлдем байланысты емес, ивент менеджмент пен туризм менеджмент деген салаға сол негізі университетін бітіргенмін. Әзірге сондай жоспар, бірақ өзім саламда жұмыс істеймін ба, жұмыс істемеймін ба, әлі көреміз. Бірақ негізі жұмыс істейін, немесе оған I will give it a try деген сондай көзқараспен қарап тұрмын оған. Сол Достар, үшін сондай. достар, аттың басын жіберместен бұрын Абылайды таныстырып өткен жөн болар. Абылай осы Хонконг университетінде оқыды, иә? Сен Хонконгда оқыдың, университеттің аты Политехникалық университеті. Хонконг политехникалық университетінде оқыды. Ол бір семестрге бізге Сеулге келген, иә. Сол кезде біз жақсы араласып, достасып кеткенбіз. Бірге біз күйсандық деген акустикалық кешті өткіздік. Және Ая деген досымыз болды қасымызда. Ая, сәлем. Солай. Сол қазір бізде Абылай оқуын аяқтап, қазір Алматыға қайтып оралды. Сол себепті өзінің жаңағы алған әсерлерін айтып кетіп жатыр. Жалпы сен жаңа ортаға барсаң, өзіңді танымайтын адамдардың арасына барған кезде өзіңді қалай таныстырар едің, Абылай? Негізінде айтар едім, сәлем, менің атым Абылай, мен қазақпын. Мен Қазақстаннан келгенмін. Мына жерде сол бірінші, екінші, немесе үшінші, төртінші курс деп оқып жатырмын деп айтар едім. Сонымен мейджорымды, қайсы мамандықта оқитынымды. Бірақ ол көбінесе сол университеттің ішінде оқитын сол әріптестеріммен немесе басқа таныстармен танысқан кезінде айтатын ақпарат. Бірақ егер соның сыртындағы айтатын ақпарат болса, мысалы талай университеттің сыртында немесе талай нетворкинг шараларында танысып жүретін адамдармен болса, жай айтатын едім. Менің атым Абылай, мен Қазақстаннан келгенмін, және мен мынандай мысалы туризм және сол шаралар саласында мысалы негізі менің қызығушылығым бар деп айтатын едім да. Себебі негізі ол жақтағы қаланың сол табиғаты осындай, адамдардың көбісі тек қана осы бір-біріне кәсіби жағынан қарайды да көбінесе. Сол. Окей. Солай, ендеше достар, бізге қонаққа келген Абылай, ол музыкаға қызығады, туризм және менеджмент саласында оқыды. Солай, қонағымызды осылай таныстыруға болатын секілді. Және мен әрдайым қонақтарымнан олардың MBTI-ін және руларын сұрайтынмын. Сен руың кім? Менің руым Албан. Албан, окей. MBTI-ің қандай, есіңде ма? Қалаушы еді,
Екінші әріп ол несі болып еді? Мен Фантазиясымен сосын сондай фантазияға қатысты. Мысалы, N болса қиялы ұшқыр болады. Ал S ол мгм. көбінесе логикаға. Ал үшінші әріпі не болып еді? А, Thinkers, feelers қой, иә? T және F, я мысалы деген F ол деген қатты сезінеді және көңіліне қатты алып қалуы мүмкін деген сияқты. Немесе Мгм. мысықтарға мысықтар иттердің видеоларын қараса, деп не істеп қалай айтсам болады, көңілсіз видео көрсе жылай салады деген сияқты сондай. Ал тилар олар бірден айта А, салады, тура айта салады және қатты эмоционалды интеллекті жоқ адам сияқты болып көрініп қалады көп жағдайда. Ал P және J деген бар, ол мысалы P ол spontaneous, яғни жоспарсыз жүре алатын адам, ал J ол міндетті түрде жоспарлап соған сәйкес жүретін адам. Менің ойымша сен P'сің. А, Сен иә. экстравертсің. И және қиялың ұшқыр деп ойлаймын. N сияқтысың. Және сен T'сің ба? Мысалы, тура айта саласың ба? Адамның көңіліне қарап сөйлейсің ба? Жақсы сұрақ. Негізі мен бұрын тест өткен кезімде менде ENFP деп шыққан. Бірақ ENFP. иә, қазіргі соңғы жағдайлардың негізі сол пайда болуына қарай менің ойымша менде логикалық ойлау және сол адамдармен тура сөйлесудің қасиеттері ақырындап сол дами бастаған. Сондықтан да мен білмеймін, ақырындап ENFP-ден ENTP-ге өтіп отырған сияқтымын, себебі ол получается есеюдің процесі болып тұрғандай, менің Мгм. ойымша. Бірақ ENFP мен ENTP-дің арасында тұрмын әзірге. Иә, менің ойымша ол нақты дәл сен осындайсың деп көрсетпейді. Ол адам әрқалай мысалы әртүрлі ситуацияға әрқалай жауап береді ғой. Сол себепті сен F та болуың мүмкін, T да болуың мүмкін. Сол сияқты мысалы сен жоспармен де жүріп қалуың мүмкін кейде, немесе жоспарсыз да іс әрекеттер жасауың мүмкін деген сияқты. Сондықтан оның андай кесіп пішіп айтатындай жағдай емес та. Сондықтан өте қызық. Мен ойымша мысалы сен ENFP болып көріндің маған. ENFP. Мгм. Иә. Түсінем. Иә, окей. Бірақ енді ол 23-ші жылы ол мен кішкене басқа адам болғанмын негізі Мен интервьюде жүрген өзгердім кезімде. деші. Бірақ жалғастыра беріңіз. Мен Иә. өзгердім. Иә. Ол мен емес деші. Ой, солай. Сонымен, иә, онда А, келесі менің ойымша подкаст сұрақтарына немесе тақырыптардың аясына қарай ауыссақ болады. Мен жаңа біз құрметті қонақтар сіздерге абылай айтқандай, ол туризм және менеджмент саласында оқыды. Соны енді мен сұрағым келгені, сен Хонконгда оқыдың және Хонконгдағы жаңа политехникалық университетті таңдадың, иә? Сол мгм. университетті және Хонконгды таңдауға не түрткі болды? Жақсы сұрақ. Негізі менің алғашқы жоспарым мынандай болғанда, мен 20-шы жылдары мектепті бітірген соң мен өзімнің получается испан тілді курстарын бітіріп, Испанияға түскім келген бір жылға фаундейшнға, одан кейін ол жақта университетке түскім келген. Бірақ сол кезде кім білген коронавирус пайда болды да, және ковид пайда болды да, одан кейін бүкіл жоспарларымды жоққа шығарды. Испания сол кезде өзінің сол шекараларын бәрін жауып тастап, одан кейін сол өзінің қалаушы еді бір оқу саласындағы бүкіл бағдарламаларды сол анау теріске шығарды, мүлдем өшіріп тастады да ковид кезінде. Сол үшін мен бір жылдай Қазақстанның ішінде оқыдым, Алматыда. Алматыда оқығанда бір жыл сол UIB деген жерде оқығам. Мүмкін білетін шығарсың, білмейтін шығарсың. Сол Алматының ішіндегі жергілікті университет, бірақ мен сол оқыған кезіндегі сол барысында мен ізденіп жүргенмін. Қай жерге тағы да түссем болады екен деп, себебі мен түсінгенмін, мен Қазақстанның осы Алматыдағы университетінде мен ол жақта қала алмаймын, себебі мен үшін оқу деңгейі және білім деңгейі өте таяз мен үшін болғанда. Сол үшін мен ізденгенмін. Одан кейін мен талай достарым бар. Сол менің достарым, оларды шетелге түсіп, шетелде оқып жүрген. Сонымен жақын араласатын бірі сол Олда Гонконгта оқыған, бірінші курста, тура мен сияқты. Сол Гонконгта оқып жүріп, одан сұрағам ғой, не істеп жүрсің, жалпы қалай, өмірің қалай деген дейді. Ол досым маған айтқан, иә, жалпы жаман емес. Сен тағы да сол шетелге өзің түсуді қарастырып отырсың ба деп айтқанда маған, мен сұрағам, мен иә деп қарастырып отырдым. Сөйтіп оған айтқан. Мен Еуропадағы мемлекеттерді таныдым, сол Мажарстан, төменгі жерлер деген қазақшасы Нидерланды деген бар ғой. Сол
төменгі жерлер дейді біз қазақша. Сол жақтағы оқуларды қарастырдым, қайтадан Испанияға түсудің амалдарын іздеген. Одан кейін Азияның ішіндегі мемлекеттерді онша қарастырмадым, көбінесе сол Еуропаның ішіндегі мемлекеттер және мүмкін Азиядағы бір сараң мемлекеттерді қарастыра бастағанмын сол кезде. Бірақ Гонконгты мүлдем қарастырмадым. Себебі менің ойымша ол кезде Қытайдың бас қысымында өмір сүрген қала, ол сол кездегі насихаттың барын сол негізі басыма алып, негізі ол жақта қандай оқиғалар болып жүргенін естіген соң, менде кішкене үрейленіп отырғанмын да. Бірақ менің досым ол жақта оқыған соң маған талай нәрселерді айтып берді, қандай университеттер бар екенін айтып берді, және ол жақта не істеуге болатынын сол маған негізі хабарлағанда, мен қызыға бастадым, маған айтты, енді тапсырып көр, кім біледі түсетін шығарсың деп. Сол кезде мен туризм және сол туризмге байланысты, қонақжайлыққа және шараларға байланысты бір мамандықты іздедім. Сол мамандықты өзімнің университетімде тапқанмын. Себебі басқа университеттерде мен ешқандай соған жөн мамандықтарды таппадым. Сөйтіп тағдырдың қолдауымен сол кезде тапсырып көрдім де, ол жақта негізі мен оқу өте қымбат болған соң мен бәрібір тапсырдым, және ол жақта scholarship програмдарға тапсырып көрдім. Сөйтіп олардың сұраған талаптар бойынша ОБТ-ны тапсырып, содан кейін ОБТ-ның олардың нәтижелерін көрсетіп, сөйтіп сол грантқа сол жаққа түсіп, сөйтіп Гонконгқа түстім. Бірақ менің таңдауым былай қарағанда өте кездейсоқ болды деп айтсам да болады. Сол үшін солай болды. Менің ойымша бізге келген қонақтардың көпшілігіне ковид қатты әсер еткен секілді. Өйткені шынымен де мысалы мен бітіріп жатқан кезде 2020 ковид басталып кетіп, бәрі онлайнға ауысты да, өте қатты әсер етті. Мысалы ары қарай сен үлкен ересек өмірге ауысайын десең, саған мысалы пандемия сенің жолыңды жауып тұр мысалы, иә. Ал енді сен үлкен мысалы университетке түскің келеді, бірақ сенің қойған алға қойған мақсаттарыңды астан кестен шығарып тастайды, иә. Сол кезде мысалы апатия болады, иә. Ол мен өте қуаныштымын сен Хонконгға түскеніңе, өйткені амалын тауып әйтеуір бір өзің қалаған шетелде оқығың келеді деген мақсатыңды орындадың. Бірақ сол кезде мысалы апатия болды, мысалы Алматыға да оқуға түстің. Қалай өттің мысалы сол сәттерде сен эмоционалды тұрғыда менің ойымша қиын сияқты ол кезде. Өйткені барлық достарыммен сөйлескен кезде де олар да өздерінің қиналғанын айтады. Сен сол сәттен қалай өттің? Негізі шынымды айтсам, иә, бірінші сәттерде өте қиын болды. Себебі мен ол кезде түскен кезімде мен жақсы диплом, получается, сол invitation letter'ымды қолыма алдым. Бүкіл құжаттарды маған сонымен жіберді да, одан кейін билетті алып, 21-ші жылы сол ақырындап жолға шығып бара жатқанмын ғой сапарға. Сол кезде мен өзімнің досыммен сол кезде бірге барғанбыз әуежайға. Бірақ билеттер өте қымбат болған соң, біз арзан билетті Алматыдан емес, біз Бішкектен таптық. Сол Бішкектен тауып, сол жақтағы Бішкектегі әуежайдан ұшып, ой, қызық әңгіме болды. Жол жөнекей біз Алматыдан Бішкекке дейін асығып, сол жақтан тоқтап, одан кейін кеденден өтіп, одан кейін бізді әке-шешелеріміз сол әуежайға жіберіп, әке-шешемен қоштасудың сәті өте қиын болды да, мынандай бір кішкене жасымды төгер алдында кішкентай ғана сәттер қалғанда, әйтеуір өзімді ұстап, одан кейін солай ішкі кеденге өтіп кеттік. Одан кейін Гонконгқа жеткен соң, Гонконгқа жетер алдында біз өзіміз ең алдымен сол Дубайға жеттік. Сол Дубайдың ішінде отырдық едәуір сағат. Сөйтіп содан бастап Гонконгқа жеттік. Гонконгқа жеткенде ол жақта қызықтың барлығы басталды. Біз карантин бойынша 2 аптадай сол қонақ үйдің ішінде жаттық. Сол қонақ үйдің ақшасының өзі әлем ақша шықты сол кезде. 2 аптада жаттық та біз жынды болып кете жаздадық қой сол кезде. Бірақ әйтеуір 2 апта жатып, одан кейін шыққан кезімізде біздің достарымыз кездестіріп алды. Одан кейін біз өзіміздің университеттерімізге барып ақырындап орналасып солай жүргенбіз. Шынымды айтсам, менде сол кезде homesickness деген өте қатты ойнаған. Үйге қайтқым келген, себебі ол эмоционалдық және психологиялық тұрғыдан өте ауыр негізі сынақ деп айтсақ болады. Себебі ол мысалы ковидтің алдында өзің барған кезінде бәрібір басқаша сезеді. Біз ковид кезінде барған соң ол жақта мүлдем басқаша сезілген. Себебі бәрі бетперде киіп, бәрі сол көшеде бетпердесін жауып, одан кейін ол жақта мүлдем осы тамақ ішетін мекемелерінде ол жақта тек қана 2-3 адамнан бірге отыруға болады да, үлкен компаниямен отыруға болмайды. Сол үшін алғашқы уақыттарда оқу да, негізі сол ішіндегі дисциплина да, уақыты да, тамағы да сол тұрғыдан маған өте қатты әсер етті.
үйге қайтқым келген. Бірақ ол жағынан тек қана көмектесе алған нәрселерім ол жақтағы таба алған достарым. Сол достарым маған едәуір сол көмектесіп, кішкене аяққа өзімді тұрғыздым. Бірақ бірінші семестрді бітірдім жақсы. Оқыдым да, шаттандым да, талай оқиғалар болды. Негізі қызық оқиғалар да сол болған. Бірақ екінші семестрде бізде қайтадан сол ковидтің басталуы одан да қатты шұғырланып кетті да, себебі бізде Филиппиндардан бір екі адам келіп, сол қайтадан сол ковидтің жаңа омикрон нұсқасын сол қаланың ішіне кіргізді. Сөйтіп қаланың түгелі шаттаун болған кезінде біз негізі балалардың көбісі сол үйлеріне қайтып кетті. Мен де үйге қайтайын дегенмін. Бірақ үйге қайтар алдында менде ол кезде тағы да өте қызық оқиғалар болған. Мен ковидпен ауырып қалдым сол кезде. Ақпан айында. Сөйтіп ковидпен ауырып қалған кезімде ол жақта мен сол кезде жатақханада тұратын едім ғой. Олар жатақханада, мысалы, егер сен ковидпен ауырсаң, онда сені негізі сол карантинге жатқызады. Ал мен ковидпен ұшар алдында бір күн ғана қалған кезімде сол кезде ауырып қалдым. Өзімді емдеп тырысып жатқанымда, жоқ, кешір, өтірік айттым. Бір күн емес, ковидпен бір апта алдында ауырып қалдым да, сөйтіп сол бір апта алдында ауырып, одан кейін өзімді емдеп өзімнің симптомдарым сол жоқ болды ғой. Бірақ бәрібір сол ковидтің артқы іздері қалып қалыпты, сондықтан рапид тест жасаған кезімде ол кезде позитивде шықты. Сөйтіп мен өзім сол анау жатақхананың менеджментімен сөйлестім. Олар айтты, мысалы біз сені жібере аламыз, бірақ сені әуежайда одан кейін кіргізбейді. Одан кейін сені мынандай бір аурулардың бір лагеріне алып кетеді деп айтқанда маған. Сөйтіп ойладым, ой құрысын, онда мен бүкіл заттарымды алып, одан ары бір сол жатақхананың карантиніне жата салайын деп ойладым. Сонда шешім қабылдадым да, одан кейін мені сол 7 күнге жатқызды карантинге. 7 күнге карантинге жатқызды. Одан кейін мен ол кезде жаңа билетті сатып алдым. Ескі билетті әйтеуір ақшасын қайтар деп айтқан ғой өзіме. Сол кезде ақшамды қайтарды да, ақшамды негізі сол бірнеше уақыттан кейін қайтарды. Бірақ одан кейін мен карантиннен шыққан соң мені басқа бөлмеге ауыстырды. Мен жаңа билетті алдым 27 ақпанға. Бірақ 27 ақпанға келген кезімде менің негізі оның алдындағы бізге ковид тест жасау керек та, сол үшін Қазақстанға ұшар алдында. Себебі біз ПЦР тесті жасаған кезінде бізде 72 сағат, сол қонар алдында 72 сағатқа негізі валид болу керек. Сол мен тест жасаған кезінде менің уақыттарым сәйкес келмей қалды. Сол үшін 27 ақпанда мен қайтадан Қазақстанға ұшпадым. Сөйтіп сол 27 ақпанда ұша алмаған соң олар маған басқа билет сатып алды 3 наурызға. Бірақ 3 наурызға дейін әлі талай уақыт бар ғой, бір аптадай бар. Мен ол кезде не істеймін деп ойлағанмын. Сөйтіп сонда шешімге келдім. Мен ол жақта ұшып бара жатқан тағы да бір сол қазақ таныстарым бар болған. Олар маған сол КТЛ-да оқып жүрген сол ағалармен сөйлесіп көр деп айтқанда, солармен сөйлесіп көрдім да. Енді бір апта бойы сол КТЛ-дағы оқитын адамдармен сол бір пәтерде қалдым. Сол бір апта өтіп, одан кейін Құдайға шүкір аман-есен Қазақстанға қайтып кеттім. Солай, бірінші жыл менде осылай өтті. Бірақ егер бүкіл жылдар туралы айтатын болсам, негізінде Гонконгтың өзінде өмір сүру деген өзі маған қиыншылыққа өте қатты соқты. Себебі ол жақта өмір сүрудің өзі өте қымбат. Және эмоциялық жағынан мен бәрібір оған дағдылансам да, кішкене бәрібір қиындау болған да, осы 4 жыл бойы. Бәрібір сенің қаланың емес ретінде сезінетін боласың да. Сондай бір сынақтар пайда болған. Бірақ егер ол сынақтарды кем дегенде сол 90%-ға қалай бастасадым, сол негізі жақын достарым болған. Recreational іс-әрекеттермен айналыстым, хоббилармен айналыстым, сабақ оқыдым, сонымен жұмыс істедім. Бірақ сондай уақыт өткіздім, бірақ толықтай баса алдым деп айта алмаймын. Сол үшін солай болды. Жалпы сонда енді мысалы сен 4 жыл оқыдың Хонконгда, өзінің бакалавр тәжірибеңе қандай баға бересің? Мысалы 10-нан неше бересің? 10-нан 6-5 деп айта аламын. Мүмкін 6 деп те айтамын. 6 деп айта салсам дұрыс болады. 6. Меніңше шынымен де ковидтің әсері, ықпалы өте қатты болды. Шынымен де мен бұған дейін мысалы маған келген басқа қонақтар да 6 берем, 7 берем деп айтады да, өйткені ковидтің әсері тиді дейді. Расымен де өте қызық жағдай негізі шынымен де. Бірақ өте қуаныштымын қазір сондай тәжірибе жинақтағаныңа. Менде мынандай сұрақ, сен 1 жыл бойы
бұған дейін мысалы UIB-да оқыдым дедің, иә? Сонда бір жыл UIB-да оқыдың ғой, иә? Мхм. Менің бойынша. Мхм. Сол кезде Иә. сен дәл осы мамандықты алдың ба, әлде басқа мамандықта оқыдың ба? Менде халықаралық қарым-қатынас деген мамандық болған. Халықаралық қарым-қатынас, окей. Мгм. Жақсы. Енді мысалы қалай ойлайсың? Гонконгда да оқып көрдің, Қазақстанда да оқып көрдің, және салыстыруың бойынша саған түсініп тұрмын, сен жаңа өзің де айтқансың, Қазақстанда оқыған қатты ұнаған жоқ деп. Не себепті мысалы саған ұнаған жоқ? Себебі мен оқыған университеттің өзінде, мысалға біз олардың өздерінің маркетинг стратегиялары бар. Олар өзінің университетін негізі сол студенттік өмірі өте мықты университет деп айта алады. Бірақ өкінішке қарай, менің сол өткен тәжірибем бойынша, олардың сол ұсынатыны студенттік өмірінен басқа ештеңе жоқ сияқты. Білім беру сапасы төмен деп айтсақ болады, себебі олардың білім берудің өзінің әдістері сол бұрынғы кеңес үкіметінің сол ескі университеттері қалып қалғандай болды да. Ол жақтағы оқытып жүрген сол ұстаздардың көбісі сол кеңес үкіметінен шыққан, немесе жастары 30-40 жасқа келген кісілер де бар да. Мен олардың ешқайсысын қалаушы еді бір жекелеп айыптап отырған жоқпын, бірақ олардың сабақ беретін әдістеріне бірнеше сұрақтарым бар. Олардың методикалары немесе беретін сол контенттері, білім контенттері, олардың сол сапасына өте қатты күдіктерім бар болған да сол оқыған кезімде. Мгм. Және олардың сол оқытатын тәжірибелері менің ойымша дұрыс емес болған. Әсіресе біз бірінші жылдың екінші семестрінде бізде халықаралық қарым-қатынастың негізгі бастамасы деген сабақ болған да. Кіріспе сабақтар, иә? Ол жақтағы кіріспе сабақтары. Сол кезде отырған кезімізде біздің мұғаліміміз немен айналысқанымды білмеген сол кезде. Бірақ біз мүлде сабақ оқымадық деп айтсақ та болады. 12 сабақ болған ба, 13 сабақ болған ба, соның ішінен тек қана ары кетсе 3 сабақ қана болған да, дұрыстап өткізілген. Қалған сабақтарды біз мүлдем оқымадық. Мгм. Сондай бір тәжірибе болғанда, сол үшін ойлағам, Окей. мына университеттің ішінде оқу сапасы деген өте төмен екен деп. Иә, Солай. өзіңнің оқыған университеттің, мысалы политехникалық университетте оқыдың ғой, енді соған қандай баға бересің сен біліміне, және өз жаңағыдай айтқан методикаларына? Практикалық тәжірибені қоссақ болады ма? Әрине. Тек қана практикалық тәжірибе үшін оған барлығын қоса мен негізі 7 бере аламын. Егер оның өзі болмаса, онда 5 беретін едім. Мгм. Жақсы, рахмет көп. Жалпы сен университетті осы 2025 жылы бітірдің. Бірақ бір Мхм. қызығы, сендерде дипломды табыстау сәті ол қараша айында болады, иә? Иә. Окей. Енді сенде мысалы қазір университетті бітіргеннен кейін ресми түрде сен өзің алдында айтқансың, ресми түрде мен жұмыссыз болдым дедің, иә? Мхм. Сол университетті бітіргеннен кейін менің де басымнан өтті. Әсіресе мен ковидқа қатар түсіп қалған кезде менде де апатия болды, белгісіздік болды. Мысалы сол қазір мысалы менің ойымша ол кез келген университетті бітіретін түлектерге қатысты деп ойлаймын. Жалпы өзінде бұл тоқырау бар ма, әрі болса сен қазір оны қалай өтіп жатырсың деген сияқты сондай сұрақты қойғым келеді. Өйткені менің ойымша бұндай нәрселерді айтуымыз керек, және бізді тыңдайтын адамдарға да бұл көмектесетіні анық деп ойлаймын. Және олар да дәл осындай сезімдерді сезінсе, оны құнсыздандырмай дәл өзін қабылдай алады деген ойдамын. Сен қалай ойлайсың, қалай өтіп жатыр бұл аралық? Өте орынды сұрақ. Менің ойымша, мен сол апатиядан жаз кезінде өткен, мен сол Гонконгтан қайтып келген кезімнен бастап, сол қыркүйектің ортасына дейін деп айтсақ болады, сол кезеңді. Мен сол кезде өзімді өте нашар сезіндім. Апатия деген қатты ойнап тұрды. Өзім Астана мен Алматының арасында сол шаруалармен жүрсем, өзіме сол кезде істеп жүрген шаруаларыма өте қатты күмәндарым бар болған. Себебі мен ойлағам, мынаның нәтижесі неге жетер екен деп. Сөйтіп ойлағам, ары қарай өмірім не болады екен? Не істеймін? Қандай салада жүру керек маған? Осы болашағым үшін қандай сала дұрыс болады дегендей. Сонда менде негізі ойларым ондай көп болған. Менің ойларым әлі солай қалып отыр. Бірақ мен онымен қалай күресуге, немесе онымен қалай өмір сүруге болатын соны бір өзім түсінігім пайда болды. Мен инстаграмда рилстарды қарап отырған кезімде талай мемдарды көретін едім. Сол мүмкін Тейм Импаланың Let It Happen деген өлеңін естіген шығарсың. Let it happen. Бірінші рет Let естідім. It Happen. Бәлкім Бірінші. білетін шығармын, бірақ та қазір есіме түспей тұр. Әйтеуір Естісем. сол өлеңнің қатысымен талай рилстар бар да.
мен қазір түсіндім. Негізінде менің стратегиям, және ол өміріме кішкене жеңілірек әсер ететін стратегия, ол let it happen. Жай let it happen деген сол көзқараспен қарау керек сияқты. Ол өмірің бәрібір сені өзінің қалпына келтіреді. Сен қандай саланы таңдамасаң да, қандай жоспарың болмаса да, ең бастысы басында орынды ойлар және қандай іс-әрекеттерді жасай алатын, сол сенің басында болу керек та. Паника деген нәрсе бәрібір болады, бірақ оны максималды түрде өшіруге тырысу керек. Мен қазір не істеп отырмын? Өзім қолымнан келетін жаңа әрекеттерді жасауға тырысып отырмын. Жаңа икемдерді үйреніп отырмын. Сондай переквалификация, негізі сол квалификациямды жоғарылату, негізі сол мақсатында талай жаңа скиллстарды үйренуге тырысып отырмын да. Және себебі мен түсінгенім бойынша, жалпы өмір тек қана сен өзінің бір мамандығымен қатып қалмайды. Адам әмбебап болу керек. Сол үшін, егер мысалға сіз, құрметті тыңдармандар, егер сіздерде тура осындай жағдай болып отырса, менің кеңесім, ол өз-өзін дамытуды ешқашан қоюға болмайды. Ары қарай өз-өзін дамыту керек, қандай салада болмаса да. Мысалға сіз өзіңізде университетіңізде ішінде саланы ұнатпасаңыз, сондай жағдай болып қалса, онда сіз әрдайым жаңа оқуға түсуге немесе жаңа сол курстарды алуға әрдайым оқуға ашық болу керек, және сол оқуға құштар адам болу керек та. Егер сол апатиямен қалай күресуге болатын негізі әдісімді айтсам, ол үшін менде жай өмірдің өмірге сол сіздің жоспарларыңызға өзінің корректировкаларыңызды соған келтіруге соған негізі рұқсат ету керек та. Себебі кейбір кезде өзің білмесең, сол кезде негізі тағдырың немесе Құдай тағдыр немесе сол өмірің сен үшін кейде нәрселерді дұрыстап шешіп береді. Сол үшін мысалға өкінетін нәрсе немесе сол қауіпсіз уақытында ойлайтын, мә шіркін осылай жазсам қалай болатын еді, солай жазсам қалай болатын еді деген ойлар пайда болғанда, жоқ, өмір бәрін өзінің қалпына келтіреді. Сол үшін мен ойлағаным, мүмкіндігінше өзің дұрыс деп санайтын әрекеттерін жаса, бірақ егер ол шықпаса, онда өкінудің ешқандай қажеті жоқ. At least you tried деген көзқарас өзімде. Айтады ғой, let it happen, шынымен де болары болады. Жай ғана сол нәрсенің болуына да мүмкіндік берген дұрыс та сияқты. Өйткені меніңше біздің сондай мазасыздануымыз, ол біздің бақылауда ұстағымыз келетін бір қалауларымыз болады ғой, соның салдарынан сезінетін бір сондай ыңғайсыз сезімдер сияқты, жайсыз сезімдер сияқты. Бәлкім жай ғана тізгінді жібере салғанда дұрыс та сияқты деп ойлаймын да, бірақ ол сондай қиын. Өйткені бірақ бір жағынан ойласақ, біз сондай хаос әлемде өмір сүріп жатқандықтан біз көп нәрсеге жауап бере алмаймыз, және біз оны бақылауда ұстай алмаймыз. Соны түсінбей жатамыз да. Сондықтан сен жаңағы айтқан әңгімен шынымен де күшті күшті болған сияқты, маған ұнады. Рахмет. Жалпы менің өзімде де сондай нем есіме түсіп кетті да, университет бітіргеннен кейінгі сондай бір апатия кезеңі. Қазірдің өзінде де мысалы мен де бітіруге таяп қалдым. Енді ары қарай не болады деген сияқты сондай менде де ойлар болып жатыр да. Сондықтан жақсы бір инсайт бердің, және біздің тыңдармандар да соны сезіне алады және түйсінеді деген ойдамын. Солай. Жалпы өзің тағы алып қосарың бар ма? Жоқ, алып қосарымды негізі бәрін қостым. Жай қайталап қояйын. Ылғи негізі өзінің дамытуымен айналысу керек. Білім деген ол тек қана байлықты емес, білім деген ол өмірдің де негізі сол талай логика, немесе болашақта жалпы көмектесетін талай нәрсенің қайнар көзі. Сол үшін менің ойымша ылғи сол білімді алу керек. Бірақ өте маңызды аспект ол әрдайым сол осы өзінің теориясына өзінің практикасы болу керек. Сондай. Сонымен айтарым болды осы. Иә, және сен айттың ғой, адам сегіз қырлы бір сырлы болу керек, әмбебап болу керек, көп нәрсені байқап көру керек, тырысып көру керек деген сияқты. Мен де оған келісемін, өйткені біздің ата-аналарымыздың өмір сүру стилі мынадай болды ғой. Олар бір жерде оқиды, немесе бір жерде жұмыс істейді, және сол жұмыс орнында өмір бақи жаңағы зейнетке шыққанға дейін бұл жерде істей береді деген сияқты, иә. Бірақ бізде заман өзгерді. Қазір сен бір ептілігін бір іспен ғана айналыса алмайсың, өйткені адамдар қазір бізде бәсеке жоғарылай түсті, бәсеке қатты, адамдар түрлі нәрселерді істей алады. Сол себепті бір жерге сен қалып қоя алмайсың да бір жерде. Сондықтан да иә, расымен де түрлі нәрселерді істеп көру керек.
жазда айтпақшы Хонконгға барып келдім және Макаоға да бардым. Хонконг маған ұнады, бірақ басында кішкене Мгм. қиын болды, өйткені бірінші күні аң-таң болдым. Айнала деген үлкен хаос, және түсінген жоқпын, адам соншалықты көп, және Кореяда адамдар мысалы Сеулден де көп екенін көрген кезде кішкене шок алып қалдым, сондай болды. Жалпы Түсінемін. иә, мен ойымша бір саяхат туралы сөйлесіп қызық та болатын сияқты. Жалпы Мгм. сен Хонконгда тұрдың, бірнеше Мгм. жыл бойы тұрған адамның есебінде өзіңнің алған әсерлеріңді, тәжірибеңді айтсаң қызық болатын сияқты. Ал мен жай ғана бір 3 күнге барып келген Хонконгға барған турист ретінде өзімнің алған әсерімді айтып, екеуміз сол өзіміздің ойымызды салыстыруға болатын сияқты деп ойлаймын. Жалпы мен үш па 4 күнге бардым. Бір тәулік біз неде болдық, Макаода болдық. Мгм. Өте қызық болды, маған ұнады, бірақ Хонконгда енді мысалы ең ұнаған нәрсе ол транспорт өте ыңғайлы, өте күшті жасалған деп ойлаймын. Бір жүйесі бар, және адамдар қанша сапырылысып жатқан, мысалы Хонконгда қанша адам бар, мысалы 7 миллион да, 500-7 миллионнан Мгм. адам бар, 7 миллион Мгм. жарымдай, иә, бірақ соның өзінде де ол адамдар сапырылысып жатса да, тіршілік қайнап жатса да, бір өзінің бір жүйесі бар тіршілігін жасап жүр да. Өте Мгм. күшті ұнады, транспорт өте жақсы жасалған, мен соған қатты қызықтым, әсіресе трамвай маған қатты ұнады. Сосын сабвей, мысалы метро, ол мүлдем мындай кеңірек болды да, мысалы Сеулдегі метролар кішкене тарлау болып көрінді, ал Хонконгда метро кеңірек сияқты болды. Солай, бірақ тамақ жағынан маған қиын болды, өйткені маған Қытай асханасы қатты Түсінемін. ұнамайды. Мен Карвайдың фанаты болғандықтан, сол режиссердің фильмдері ұнайтын болғандықтан, Хонконг маған ұнады, жақсы әсер қалдырды, бірақ өкініштісі мен тамағына, оның асханасына қатты қызыға алмадым, шынымды айтсам. 7-Eleven'нан самгак кимпап бар ғой, үш Мгм. кимпап, соны алып жеп жүрдім. Ой, бұл. Солай. Ой, бұл. Иә, жалпы ұнады, баруға кеңес беремін, міндетті түрде қызық болады. Әсіресе ферримен, жаңағы пароммен Макаоға барған өте күшті болды. 1 сағат қана алады да, мысалы. Және ең ұзын көпір бар екен да, көпір салған Макао мен Хонконгның арасында көпір бар. Қандай Мгм. күшті жасап қойған деп ойлаймын да. Оған қоса біз Макаоға бара жатқан жолда бір неміс адаммен сөйлескен болатынбыз. Ы, Қасымдағы құрбым жаңа неміс ағаймен сөйлесіп, оны әңгімеге тартқан болатын. Сол кезде ол кісі айтқан, 2005 жылы мен ол кісі сол Хонконгда оқыған, және Хонконгда оқығанның өзінде дәл осы қаланың жағдайы дәл сондай болған. Яғни қазіргі қалалар қатты өзгеріп жатыр дейді ғой, мысалы инфрақұрылым бойынша да жаңа Мгм. түрлі өзгерістерге ұшырап жатыр, бірақ Хонконг дәл сол баяғы Хонконг дейді. Қатты Мгм. өзгермеген дейді. Осы адамдарға, тұрғындарға қажет нәрсе дәл сол кезде ғана болған, 20 жыл бұрын, мысалы 20 жыл өтті ғой, 2005-те, Мгм. мысалы мен бірінші классқа бардым, бірінші сыныпқа бардым 2005-те. Ойлашы, сол кездің өзінде Хонконг сондай күйде болған. Сол кісінің сөзін естіп мен таңғалып қалдым. Сол менің әсерім осындай Хонконгға қатысты. Сен өзің қандай мысалы әсерің бар, мысалы 4 жыл тұрдың, білемін, бірақ саған Хонконг қатты ұнады деп айта алмаймын, иә, мысалы басында ұнады деп айта алмаймын, бірақ қазір сен қандай сезімдесің? Сен сағынасың ба Хонконгды ертең? Жақсы сұрақ. Негізінде былай қарасаң, күрделілеу деп айтсам да болады сезімдерім. Әрине, міндетті түрде ол мен сағынам, себебі ол менің студенттік шағым ол жақта өткен, бірақ өзінің де жақсы жақтары бар, өзінде нашар жақтары да бар. Мысалға мен мүлдем ұнатпаған нәрселер де көп болды. Мысалға мен ол жақтағы ең алдымен адамдардың көп болған, бірақ адамдардың көпшілігіне бәрібір үйреніп кетесің уақытымен. ыыы Мүмкін негізінде ол жақтағы тұратын нәрсемнің ең үлкен минусы деп айтсам, ол адамдармен қарым қатынаста кейде, себебі сен ол жақтағы жергілікті сол дәстүрге, жергілікті соған қойшы еді cultureға мүлдем ене алмайсың да. Ол жақтағы жергілікті тұрғындарының өздерінің бір қойшы еді әлемге көзқарастары өте бөлек, және олармен сөйлесіп көрсең де кішкене біртүрлі сияқты болады. ыыы Жалпы былай айтқаным, ол жақта сен мысалы тек қана ағылшын тілді адам болсаң, онда саған кішкене қиындау болуы мүмкін. Ол жақта тек қана өзіңнің комьюнитиңе жақын, немесе өзің бір
қалай десем, әлемдегі көзқарастарыңа жақын адамдарды іздеген жөн болып тұр да. Ол мүмкін сол Кореяның, Сеулдың өзіне де ұқсас сондай жағдай болып, мен солай ойлаймын. Гонконгтың өзінде де тура солай болып тұр. Мүмкін тек қана бір жақсы жағы, солардың адамдардың көбісі ол жақта ағылшынша сөйлейді да. Сол үшін ол жақтағы кейбір адамдармен негізі татуласқан, достасқан бәрібір жеңілдік болады. Бірақ айтатын нәрсем ол, мысалға, ол жақта жүріп мен түсінгенім, мен интернешнл достарым мен негізі сол жақта араласқан дұрысырақ болғанда, ағылшынша сөйлейтін немесе сол қойшыды көздері ашық, андай бір шетелдік адамдарға көздері ашық адамдармен негізі ол жақта достаса алдым. Тағы да не айтуға болатын. Және қазақтармен сөйлестім, бірақ қазақтармен негізінде өкінішке қарай ол жақта қатты татуластым деп айта алмаймын, себебі мен байқадым мына жерде сол біздің қазақтармен арамызда бір заң бар екен. Осы қай жерде болмасын да қазақтар, мысалға, қай жерде, қай мемлекет болмасын, қай қала болмасын, егер ол жақта сол қазақтар көп болса, олар өздерінің бір диаспорасын құра бастаған кезінде қайтадан сол біздің баяғы тақырыбымыз басталады, бір бірін көрмеу, бір бірін өсектеу, және қойшыда Аяғына кешір, шалу. Аяғына дұрыс емес, дұрыс емес аяғына шалу. аяғына шалу, сондай бір аяғына шалу, сондай әйтеуір бір сондай бір нәрселер болады. Сол мені кішкене өкіндірді, бірақ енді не істейміз, біздің халқымызда осындай ғаріптер көп болған соң, енді солай өмір сүруіміз керек, амал жоқ. Бірақ негізі плюстар жағына қарасақ, ол табиғаты өте мықты, табиғат жағынан өте көп көріністер бар. Тамағы деген ол әр адам өзіне байланысты. Мен жай тамақтарына өте қатты үйреніп кеткенмін. Кейде осы Қытайдың тамағына өте қатты салынып кетемін. Ол жақтағы сол өзінің специяларымен, мынандай бір дайындаған әдістермен сол кейде өте қатты салынып кетемін. Бір өзі бір сол мегаполистағы бір өте әлемнің ең ірі мегаполистарда сол вообще әлемдегі сол импортенс жағынан өте үлкен қалай екені сезіліп тұр. Соның өзінде тұрғаннан сонда бір сезім, соны сағынып тұрамын арасында. Себебі бәрібір бір үлкен тізбектің бөлігі сияқтысың деп сезініп қаласың да сондай кездерде. Бірақ содан басқа негізде өте айтатын плюстар да көп, бірақ минустары да көп. Бірақ минус жағынан ең үлкен минусымды айтып жіберсем, ол сен ылғи осы стрессте жүресің бар ғой. Бір стресстің бір жаман түрі бар ғой. Адамдармен қысылысып, метрода отырып, жұмыста тез жұмыс істеу керек, стресс, өте көп стресс, кейде стресстің, егер сен мысалға қойшы ақшаға құмар адам болсаң, мүмкін саған сондай қала ұнар еді да, бірақ егер сен кішкене тынышырақ өмір сүргің келсең, немесе сен үшін ақша деген ең маңызды нәрсе болмаса, онда мүмкін ол сізге сәйкес келетін қала емес те шығар деп ойлаймын. Сол үшін сондай ойларым бар әзірге. Бүкіл сол 4 жылдың ішінде жинаған ойларым осындай болып тұр. Мысалы менде жаңа адамдарына қатысты менде келсем ол оймен, өйткені тіпті сол болған 4 күннің өзінде де ол жерде мысалы мынандай жағдай болды. Мен өзім шынымды айтсам ашық жарқын адаммын, және бір кофеханаға барған жағдайда маған олардың, немесе асханаға барған жағдайда олардың тамақтары маған ұнаса, сусындары ұнаса, мен міндетті түрде рахметімді айтып, олардың сусындары дәмді екенін, тағамдары дәмді екенін айтамын. Өйткені ол адамдар үшін ол нәрсе кәдімгі бір қалай айтсам болады, бір күйбең түрлі қарапайым бір іс сияқты болып сезіледі, бірақ олар соншалықты адамдарға бір қуаныш сыйлап жатқандығын кейде ұмытып кетеді. Соны есіне салу үшін мен адамдарға әдейі рахметімді айтамын. Өйткені сезсін, білсін деген сияқты сондай оймен, жақсы оймен әрине. Содан сөйтіп барып айтқам, матча ішкен, өте дәмді болды, маған қатты ұнады, ондай Кореяда мен ішіп көрмегенмін да. Содан кейін барып рахметімді айтып, ой, өте дәмді болды, көп көп рахмет сізге деп сөйтіп айтқан едім. Сосын маған қарайды, иә, содан деген сияқты түрмен андай мұздай бір андай суық түрмен айтты да, иә, содан деген сияқты. Мен окей, жарайды дедім де кетіп қалдым. Өйткені мысалы Кореяда болған кезде корейліктерге айтатын болсаң, сондай алғысыңды айтсаң, олар да риза болып кәдімгідей қабылдайды соны, және сол жерде бір энергиялық алмасу болатын секілді. Бірақ әрине менің де тарапымнан ол дұрыс емес те шығар, өйткені мен өзімнің айтқым келген нәрсеме бір сондай бір күту болды. Бірақ ол менің өзімнің ойымдағы нәрсе да, және мен басқа адамға оны көзіне тана алмаймын ғой. Сондай болды, сондай жағдай болып қалды. Содан кейін бірде сол кезде түсіндім, окей, Хонконгның адамдары мүлдем басқаша екен. Олар кішкене суықтау болып көрінді. Біз айтамыз ғой, Астананың адамдары суық деп, деген сияқты. Бір сондай бір жағдай болып қалған сияқты. Әрі неміс жаңағы
жолаушымен сөйлескен кездің өзінде де ол кісі де айтады, Хонконгның адамдары мен оның ойынша немістерге ұқсайды екен дейді. Солай. Мгм. Сондай бір жағдай болды. Өзім бір сұрақ қойсам болады ма? Аха, Өзім бір сұрақ қойсам болады ма? әрине. Негізінде саған Гонконгтағы бағалар қалай көрінді? Удай ма бәрі? Жоқ, маған шынымды айтсам, мен Таблерон алдым ғой. Таблерон менің сүйікті шоколадтарымның бірі. Содан Мгм. базарға барған ғой, Монкок жаққа. Жоқ, жоқ, Ванчай жақтағы бір базарға бардық. Содан барған кезде арзан болды. Кореядан да арзан болды сондай нәрселер. Өйткені Ақылы. Кореяда қатты қымбат болды. Былай бағалары енді Енді бізбен бірдей деп ойлаймын. Кореямен бірдей болды, Сеулмен. Кореяның бағалары менің ойымша бәрібір арзанырақ болады Гонконгқа Жоқ, тамақ қарағанда. жағынан мысалы мен енді ол жерде көп ұзақ уақыт болған жоқпын ғой. Иә, отель, Мгм. қонақ үй ол қымбат болды, рас. Бізде мысалы Мгм. қаражат жағынан қонақ үйге көбірек кетті. Мгм. Ал былай бірақ тамақ жағынан біз айтып тұрмын ғой, біз не жедік, Макдональдсқа барып жедік, мысалы Сабвейді жедік, иә. Дәл сол Сеулдегі бағалармен бірдей сияқты болды. Соған бір жақын, плюс-минус. Сәл Мгм. қымбаттырақ болған шығар, бірақ та қатты онда біз енді 4-5 күнге барғандықтан оны біз аса байқай қоймадық. Жақсы, жақсы. Қарамағансың ғой Әлі бағаларына жүрші. бағалары толықтай қарамағансың ғой шынымен. Жақсы. Жоқ, расымен иә қымбат жер. Бірақ мысалы транспорт бағасы қымбат болды. Мәселен, Ой, иә, трансферттің бағалары Subway қымбат. қымбат болды. Ал трамвай меніңше маған қолжетімді болып көрінді трамвайдың бағасы. Бірақ трамвай ол барлық жерге бара бермегендіктен, Subwayді да қолданатын болғандықтан кейде араластырып, сол себепті кішкене транспорт бағасы қымбат шықты. Мгм. Ал енді айтып тұрғаным мынау ғой, енді мен кимпаппен қоректендім ол жақта. Сол Мгм. себепті сонымен мүлдем басқаша болды. Оған қоса біз деген қатты ыстық кезде барғандықтан ылғал болды, Мгм. ыстық болды. Қатты қарын ашқаннан гөрі не болды, шөлдедік. Мгм. Сондай болды. Иә, енді ол жақтағы ыстығы жаман. Я андай ғой, тымырсық ауа райы да, терезені ашқым келіп тұрады да, бірақ қай жерде ол терезе, ашсаң ауа кіре ма деген сияқты. Сондай бір ауа райы болды. Маған ұнаған жоқ ауа райы. Мен шынымен Қош де келдің, қош келдің. иә. Ғимараттар бас айналдырарлықтай зәулім, биік. Бірақ шынымды айтсам, мен Хонконгға иә қайтып оралып саяхаттар едім қайтадан, бірақ мен Хонконгда тұра алмас едім және тұрмайтын да едім. Өйткені Иә. иә, Хонконг әдемі, табиғаты да сұлу жер. Сұлу қала, иә, аралдары әдемі, иә, бірақ бір нәрсе бір өліп қалған сияқты, бір нәрсе бір өзінің қаланың бір атмосферасы, өзінің бір күйі бір солғын тартқан сияқты болып көрінді маған. Меніңше енді ол политикалық жағдайға да байланысты деп ойлаймын, саяси жағдайға да. Негізі ол қайтадан сол осы жерде политикалық сол саяси түкпірге негізі келетін қайтадан жағдай болып тұр. Себебі есіңде бар болса, 2019 жылға дейін қала деген қалаушы еді лаулаған деп айтсақ та болады жақсы жағынан. Өте гүлденген қала деп айтқан көбінесе сол мен ол жақта тұрған кезінде таныстарым. Олар 2019-ға дейін тұрған кезде олар маған талай шынды нәрсе айтқан. 2019-ға дейін қалай болған деп сұрағанда қала керемет болған деп айтқан да. Бірақ 2019-дан кейін бүкіл протесттерден кейін бүкіл сол қалаушы еді үреуілдерден кейін ол жақтағы сол қойшы солтүстіктегі сол Қытайдың төрағалары сол қаланың негізі үкіметін басып тастап, одан кейін өзінің қатары негізі қатал заңдарын енгізе бастаған соң, ішіндегі талай саяси диссиденттерді сол түрмеге қамап, талай адамдар сол Гонконгтан көшіп, қашып, қанша қателеспесем қаланың ішінен 400 мыңға жуық адам иммиграцияға кетіп қалған 2019-дан кейін. Оған қоса ковид болған, сөйтіп заң өте қатты қатайды. Қазір негізі ол жақта қаушы еді, орысша свобода слова деп айтушы еді ғой. Сөз бостандығы. Ондай, иә, сөз бостандығы деген нәрсе бұл даумен жоқ. Қазақтар айтатын кезінде иманды болсын деп айтатын еді ғой, тура солай болып кетті ғой. Сөз бостандығы сол қаланың ішінде. Бірақ политикалық үкімет жағдайынан және саяси жағдайынан келісем, қазіргі сол соңғы шарттардың кесірінен қаланың өзі кішкене өлілеу сезіліп тұрады шынымен де. Расымен де Кейде өте қатты сондай бір сезім пайда болады. иә, сүренсіз бір сүрен тартып бара жатқандай бір сондай бір күй сезілді маған, шынымды айтсам.
иә, мысалы енді шынымды айтсам, біз біз енді көп жерде, біраз жерінде болдық. Енді қаланың ішіндегі туристер баратын жерлердің біразына бардық. Маған шынымды айтсам, Тяньлан аралындағы жаңа Биг Будда, үлкен Будданың мүсіні қатты ұнады. Сол жердің табиғаты А, ұнады. Мысалы, үлкен арал ғой, ой, қалай айтсам болады, екі мысалы басқа аралда орналасқан жерді, бірақ оған жету үшін де біраз уақыт алса да, біз еш адаспай, ештеңеге ұрынбай жеттік та. Сол транспорт жағынан өте жақсы да жасап қойған деп ойлаймын. Иә, бірақ қаланың ішіндегі жағдай, ол тіпті бұрын ол қаланың қандай жағдайда болғанын білмейтін адамға да сезіледі екен. Жалпы өзің бізге мысалы Кореяға келдің ғой, ауысым бойынша қалай саған Корея мен Хонконгда болған қалай болды? Енді екеуін салыстыра аласың ғой, тіпті бір семестр болған өзінде де. Саған қандай әсер қалдырды Сеулдегі оқуын? Сэджон университетінде болдың ғой, иә сен? иә, Сежон университетінде болдым. Окей, енді бастайық онда. Негізінде дәстүрлі жағынан, қаланың атмосфералық жағынан дегенде, өмірдің сүру әдістерінен Гонконг пен Сеулдың арасында мүлдем ешқандай айырмашылық болған жоқ деп айта аламын. Мен үшін бір қаладан екінші қалаға ауысудың ешқандай қиыншылығы болмады, себебі бәрінің соққы еді. Конфуциялық тұрғыда тұратын қалалар, сондай қалаларда ол қатты бәрібір сезіледі. Бірақ жалпы Гонконг пен Сеулдың арасында қандай айырмашылық бар екенін айтсам, онда Сеулдың ішіндегі өмірі тынышырақтау деп айтсам болады. Әсерім негізінен маған Сеул көбірек ұнады, себебі ол жақта өмірі мен үшін кішкене тыныштау болып көрінді, және істейтін қызықты нәрселер көбірек деп соны түсіндім. Ол жақтан тағы да айтатыным, мүмкін мен үшін жаңа жер болған соң маған өте қызықты болғанды, себебі мен Корея арқылы бірталай рет ұшқам сол Гонконгқа. Сол Корея арқылы сол ұшқан соң менде кета болмаған ғой, сол кезде әуежайдан ұша алмадым, сол үшін маған ылғи қызық болған да сол Сеулдың өзі қандай екен деп. Сол үшін сол келген кезінде маған өте қызықты болған, бірақ адамдармен сөйлесу қайттан қиындыққа соққанда, алғашқы кезі негізінде бәрібір басқа адамдармен сөйлесу ол кішкене қиын болған деп айтсам да болады. Ол тек қана сол мәселені шешілу, құдайға шүкір, сол біздің осы жерде қазақ бауырларымызды таба алғанымызға сондай бәрібір негізі сол жақта экспириенсімді жеңілдетті. Одан кейін сол қазақтармен қарым қатынасты жақсартқан соң, ол жақта кішкене интернешнл адамдармен сөйлесе бастағам. Одан кейін ол жақта кейбір кәрістермен де негізі сол қарым қатынас құрғам. Әйтеуір өмірдің өзі сол жақта қызық болды. 4 айдың өзінде ол жақта 4 ай ғана болсам да, талай нәрсеге көзім жетті да. Сол тағы да бірақ егер салыстырмалы түрде не айта аламын. Сеулдың транспорты бірақ бәрібір қараған Сеулдың транспорты Гонконгтың транспортына қарағанда кішкене нашарлау. Енді кешір, бірақ ол шындық. Метросын салыстырған кезінде маған Гонконгтың метросы бәрібір көбірек ұнайды, себебі ол шапшаңырақ, пойыздар жиірек жүреді және тезірек жүреді. Сеулдың пойыздары кішкене баяулау ма, соны байқаған сияқтымын. Иә, рас, рас. Бірақ Сеул бәрібір ол мен Гонконгқа қарағанда бәрібір арзанырақ, шамалы бірнеше арзанырақ, негізі Алматының бағаларымен салыстырсақ болады қазір. Сол үшін мен баға жағынан өте қатты негізі бір айырмашылықты сезбеген сияқтымын Алматымен салыстырған кезімде. Тағы да не айтсам болады? Жалпы өмір сүру жылдамдығы төменірек қайтадан, шамалы түрде мүмкін алғашқы рет сол Орта Азиядан келіп жүрген адамдар үшін мүмкін ол Сеул өте үлкен шапшаң қала болып көрінетін шығар, бірақ мен үшін кішкене баяулау болып көрінді. Мен үшін жалпы Сеулға барған ол мен үшін vacation сияқты болған деп айтсам да болады. Расымен иә. Иә, сол vacation сияқты болған, бірақ Сэджон туралы не айта аламын? Негізінде енді бірақ мен үшін деңгейі кішкене төменірек болып сезілді, негізі кәдімгідей сезілді, себебі ол өзінің университетін шіли қатты мақтап отырған жоқпын, бірақ ол бәрібір оқыту сапасы және фасилитилер негізі сол қалаушы етеді. Квалитесі ол бәрібір басқаша сезіледі. Сол үшін Сэджонның іштегі кем дегенде мен оқыған кезімде ол кішкене төменірек болып сезілді, бірақ жалпы университеттің өзінің жақсы жақтары да өте көп болды. Мен сол университетте оқыған кезде мен сабақ жағынан өте мүлдем қиналған жоқпын көбінесе. Мүмкін тек қана сол миткалар мен файналдар ғана болған кезде кішкене ғана қиналған шығармын, бірақ көбінесе мүмкін exchange
студентті болған соң маған ол қатты сезілмеді. Солай. иә расымен де эксченж болған кезде менің ойымша оқудың салмағын сезбейтін де сияқтысың, өйткені бәрібір де сабақтары жеңіл көрінеді. Оған қоса көп кредит алмайсың ғой, көп сабақ алмайсың, көп сабақ тыңдамайсың, сол себепті де бір жеңіл болған сияқты сезіледі. Иә. Оған қоса жаңа Дәл өзі. транспорт бойынша да жаңа айтып жатырсың ғой, шынымен де мысалы метроға мінген кезде Хонконгда, ол кезде мен ойладым, біз ауып кететін шығармыз, қазір рельстен шығып қазір айналып түсетін шығармыз деген ой болды, өйткені қатты селкілдейді де жылдамдықтың әсерінен. Ал Сеулде ондай емес та мысалы. Сол кезде түсіндім, және расымен де шынымды айтайын, мен Сеулді өте қатты жақсы көремін, және Мгм. Хонконгға барған кезде, иә, Хонконг маған ұнады, бірақ мен Сеулді қатты сағына бастадым. үйге үйге барғым келіп, Сеулге барғым келіп, тамағын сағына бастадым. Солай. Иә, жалпы менің ойымша сен де айтқансың, мысалы біз Кореядағы қазақтар болған кезде біздің арақатынасымыз мүлдем басқаша болды, және көбірек Сеулде достар тапқан сияқтысың, иә? Иә. Біздер достар акустикалық кеш ұйымдастырған болатынбыз. Аблай гитарада ойнайды, музыкаға жақын. Солай біз акустикалық кешті ұйымдастырған болатынбыз. Ең алғашқы күйсандық деген кеш осы мен, Ая және Аблай үшеуміз өткізген болатынбыз. Өте қызық өтті. Жалпы сол кездерді сағынамын, шынымды айтсам. Бір Мен де. күшті бір сәттер болды, иә, кәдімгідей. Шынымды айтсам, бір сол 2023-тің күзі бір алтын сәт болған сияқты болып сезілді маған, шынымды айтсам. Иә, мен толықтай келісемін негізі. Солай бізде деген чусок басталғалы жатыр. Мхм. Соған демалыс болады, бір аптада демалыс болады осы неден бастап. Кешеден бастап менде демалыс басталды. Жұмадан Ой, бастап. рахат. Иә, солай. Рахат. Соған қазір деген неге барып келу керек, азық түлік алып қою керек, өйткені чусок кезінде дүкендер жабылып қалады. Сол себепті алу керек нәрсені ертерек алып алу керек. Алматыда жүрсің ғой енді қазір, фриланстамын деп айттың, иә? Иә. Алдында айтқандай, сол қазір фриланспен жүрмін көбінесе. Мындай бір техникалық фриланспен көбінесе айналысып жүрмін деп айтсам да болады. Сондай. Мгм. Сол әзірге істеп отырған нәрсем осы болып тұр, бірақ перспективада көреміз. Мүмкін өзім салам мектептің шығармын, оған қоса арасында сол шет жағынан сол музыкамен айналысып, сондай жоспарларым бар. Сондай нәрсе. Иә, жалпы подкаст жазуға келіскен үшін рахмет айтқым келеді, өйткені сенің тәжірибең басқаларға қызық болады деген сенімдемін. Әрі өзіңнің ішкі ойыңды жасырмай бүкпей айту да оңай нәрсе емес. Уақытыңды бөліп келіскеніңе көп көп рахмет айтқым келеді. Саған да рахмет. Солай. Жалпы өзің тағы бір айтқың келетін дүниелер болса, бір ортаға салғың келетін нәрселер болса, go. Оған қоса сұрақтар қойуыңа да болады. Мен білмеймін да, мен қонақтарым мен подкаст деймін да, сұрақ қоймайды Мгм. ешқайсысы. Сен бүгін бірінші адам болып сұрақ қойған, қателеспесем. Жақсы, онда дереу аяқтауға дереу қалған кезіңізде бір екі сұрағым бар болған еді, негізі соны қоя салайын. Жалпы өзің мысалға бар ғой. Менің бір сұрағым бар болған, сен қазір подкасттармен өзің айналысып отырсың ғой. Сөйтіп сол подкасттармен ары қарай айналысып сондай бір қаушы еді, бір медиа тұлға болғың келіп тұрған жоқ па болашақта? Шынымды айтсам, үлкен бір менің подкастым керемет бір аудитория жинап кетеді деген ойда емеспін. Өйткені Мгм. көбінесе контент жағынан қандай контенттер өтеді деген сұрақ қоятын болсақ, көбінесе ол м, ойын сауық контенттері көбірек өтетін сияқты. А, Мгм. білімге қатысты, ғылымға қатысты және осындай тәжірибеге қатысты, иә, ол өзекті болады, бірақ тыңдармандары аса қатты көп болады деген ойда емеспін. Және Мгм. мен аса қатты танымал болуды, медиа тұлға болуды көздемеймін. М, бұл жай ғана бір өзіме ұнайтын нәрсе болғандықтан, жай хобби ретінде істеп жүрген нәрсем. Мгм. Бірақ әрине адамдар тыңдап жатса қуанасың, бірақ тым көп болып кетсе, шынымды айтсам, кішкене маған қиындау болатын сияқты, өйткені бұны тек қана бір өзімнің бір аудиториям тыңдаса екен деймін да, кішкене көп адам тыңдағанын қатты қаламаймын.
бір өзімнің М, комьюнитиім болады, бір сол адамдар тыңдаса екен деген, өзі кімге керек сол алады деген сияқты. м, Ал былай енді иә, қаралым бойынша, тыңдалым бойынша қаржы табу ол күшті нәрсе ғой, иә. А, бұл нәрсе қайда апаратынын мен білмеймін, және алдағы уақытта бұл жобаның қалай боларын да мен нақты білмеймін, өйткені түрлі өзгерістер болуы мүмкін, бірақ мүмкіндігімше осыны жалғастыра беремін деген ойдамын. жақсы. Негізінде Корея, жалпы қазіргі Кореяда не болып жатқан дүние жайлы қандай көзқарасың бар, және егер болашақта қайта мүмкіндігің бар болса, ол қайтып келеді едің ба Кореяға тағы кішкене уақыт тұруға, немесе саған осы тұрған уақытыңыз сен үшін жеткілікті тәжірибе ма? Шынымды айтсам, мен Кореяны қатты сағынатынымды білемін, әсіресе Сеулді. Өйткені Мгм. бұл менің бірінші тәжірибем, шетелде бірінші рет тұрдым. Иә, оған дейін саяхаттадым, бірақ былай ұзақ уақытқа, ұзақ мерзімді тұрғыда осылай бір қалада, бір елде тұру менде бірінші рет болып тұр. Сол себепті Сеул маған қатты ыстық. Иә, алдағы Мгм. уақытта қалғымақ келеді, бірақ менің тарапымнан іс-әрекеттер болғанмен де мен қала аламын ба деген кішкене ойлар, күмән бар. Сол себепті бір жерге үйреніп қалғаннан гөрі тағы басқа жерге барып сол жақта тәжірибе жинаған дұрыс па деген ой келеді. Сосын иә, Сеулге қайтып келгім келеді, бірақ тұру мақсатында бір іспен де бәлкім болып қалар, бәлкім кім біледі, иә. Өйткені менің мамандығым қазіргі таңда халықаралық қатынастар және корейтану. Бәлкім бір жобаларыммен келіп қалармын деген ой бар. Бірақ Мгм. ұзақ мерзімді осы жақта тұрғым келеді деген ой ондай жоқ. Мен өзім ойымша біз қай жерде оқыдық, сол жерде мысалы біз сол елдің тілін үйрендік. Ол мәдени кодты біз енді өзіміздің жадымыздан, өзіміздің мына әлемімізден оны алып тастай алмаймыз. Яғни ертең менің өмірімнің соңына дейін кимчи жеп жүруім мүмкін. Өйткені ықтималдығы өте жоғары, өйткені менде ол код бар, және ол мен кодты сызып тастай алмаймын. Ол нәрсе де менің айдентитимнің бір бөлшегіне айналып кетті. Сол себепті уақыт өте келе қашан екенін білмеймін. Бәрібір мен Кореяға қайтып оралатынымды және саяхаттайтынымды мен оны нақты білемін. Сондай бір сенім бар. Ал былай тұрып көремін деген, енді кім біледі? Егер сондай мүмкіндік түсіп жатса, неге істемеске деген сияқты ой келеді. Иә. Бірақ қайтып Мгм. келетінімді білемін. Саяхаттап болсын, бәлкім басқа жағдай болсын. Иә, бір жақсы бір немен, жағдаймен, жақсы бір мүмкіндіктермен келемін деген ойдамын, иә. Сен өзің И қалай ойлайсың? Саған реверс сұрақ осы. Сен қалай ойлайсың? Мысалы, Гонконгға қайтып барасың ба? Тұрғың келе ма? кім біледі, болашақта шаруалармен баратын шығармын, немесе бір іс әрекеттермен, немесе сондай бір саяси дегенде мынандай ресми бір кездесулер сондай ғана болмаса, негізде ол жақта тұратын бір үлкен ынтам жоқ. Себебі мен ол жақта тұрып көрдім. Мен өзіме мысалға мысалы өзіме толықтай толықтай ұнай алмайтынына негізі соған көзім жетті. Сондықтан да бәрібір сағынып жүремін. Мүмкін жай саяхаттау ретінде, немесе сол қайтадан айтқандай сол ресми сапарлармен бармайтын ғана болмасам, онда в принципе онда тұрмайтын сияқтымын. Сондай көзге, сондай сондай көзқарасқа жетіп отырмын қазір, бар ғой. Мгм. Сондай әңгіме болып тұр. Иә. Шынымды айтсам, қазірдің өзінде мен Сеулді қимай жатқаным сезіледі. Қимастық бар Сеулге деген. Ә, Мхм. әлі де көп көрмеген сияқтымын. Әлі де сол қаланы зерттемеген сияқтымын. Бір сондай ойлар келеді. Сол себепті оған қоса айтып тұрмын ғой, бір мазасыздық бар болашаққа деген бір алаң болғандықтан қазір менде. Сол себепті дәл осы сәттен ләззат алу кішкене сәл төмендеу жүріп жатыр да. Өйткені болашақты көп уайымдайсың да. Жоспарларыңды істеуің керек, және ол жоспарларыңды істеумен бірге сен мына жақта Сеулдің атмосферасын сезініп, сол жақта да өмір сүруің керек та, дәл осы шақта болашағыңды да ойлауың керек. Сол себепті кішкене сол жағынан менталды тұрғынан кішкене қиын сияқты деп ойлаймын. Бірақ мүмкіндігінше Сеулді аралап, Кореяны аралап, солай бір саяхаттарды жасап, бір қаланың ішін аралап, серуен жасап, сондай бір жоспарларым бар. Әсіресе мынандай идея келді.
мен суретке түсіргенді жақсы көремін. Айтпақшы, Аблай да суретке түсіргенді жақсы көреді. Менде деген жаңа камера алдым, Олимпус фильм камера. Мгм. О, Иә. жақсы. Сонымен енді мүлдем мен бармаған, аяғым тимеген бір станцияға барып, сол жақта айналып өтіп, серуендеп, соны суретке түсіріп, сосын өзімнің екінші парақшама салғым келеді. Және Сеулден кетердің алдында осы бүкіл жинаған суреттерімді басып шығарып бір кітапша сияқты жасағым келеді, естелікке. Альбом сияқты ма, сондай бір ойларым бар. Кішкене Сеулмен бір қоштасып, Сеулдегі атмосфераны сезініп, соған бір осы сапарыма бір нүктесін қойған сияқты қылып істегім келіп жүр. Сондай бір жоспарым бар. М, Солай. негізінде анау есіңде ма, мен келген кез, соңғы рет келген кезінде осы мүмкін алдында келген ол да дұрыс болған еді, себебі мен өзімнің бір гештальтымды жапқан сияқтымын және өзімнің бір нүктемді қойған сияқтымын. Қазір егер болашақта жай баратын болсам, онда ешқандай бір уайымсыз баратын сияқтымын, бірақ М. алдында бәрібір маған Кореяға барған бәрібір мен үшін кішкене ерекше болып сезілді. Сонымен оны кеткен соң болды. Иә, Осындай әңгіме. ондай бір Солай. қалай айтсам болады, менде де дәл сол сияқты бір гештальттарды жабу керек деп ойлаймын. Содан кейін Мгм. ол бір ойлар мазалайды ғой, ол ойлардың әсерінсіз жай ғана бара аласың да сол қалаға. Иә, Сондықтан иә, гештальтты істегіңіз келетін нәрсені уақытында жауып жүру керек екен негізі, расымен де. Тіпті ондай мүмкіндік болмаған жағдайдың өзінде де сізде өмір сүресіз ғой, өмір сүріп жатсыз. Өміріңіз әлі алда, сол бір сәтте жаңағы жабылмаған гештальттарыңызды бәрібір бір жаба алатын мүмкіндікті өзіңіз жасай аласыз да. Сондықтан бір сондай ойлар келеді. Иә, дәл осындай нотада меніңше Абылай біздің подкаст аяқтауға болатын сияқты. иә. Иә. Аяқтайық онда ақырындап. Иә, шынымен де қызық болды. Хонконг жайлы да айттың, Сеул жайлы, Корея туралы да айттың, Қазақстан туралы да сөйлестік. Өте қызық болды. Шынымды айтсам, бір сондай атмосферасы күшті бір подкаст болған сияқты. Көп көп рахмет саған бүгін бізге қонаққа келген үшін. Саған да рахмет, саған да рахмет. Негізі үлкен рахмет. Солай. Ам, Айтпақшы, Хонконгға барғысы келетін, оқығысы келетін жастарға не айтасың? Бір кеңесіңді берші. Мысалы, мынаны білгендерің дұрыс болады деген сияқты. Қылышы да бірден жоғары бағаларға, енді жаман жақтарын тек қана айтпай ақ қояйын, бірақ негізі сол қылышы да ең негізгі мәселені айтып қояйын, олар сондай нәрселерге бәрібір дайын болу керек. Олардың пәтерлері тар, қымбат. Біріншіден, сол үшін соған да дайын болыңдар. Екіншіден, бағалар да жалпы қымбат, және үшіншіден адамдар өте басқаша, өмірдің сол жақтағы жылдамдығы өте жоғары, соған дайын болыңдар. Ағылшындарыңды дамытыңдар, қытай тілді оқыңдар, нетворкинг жасай беріңдер, мүмкіндік бар болғанда университеттен шығатын талай ивенттерге қатыса беріңдер, стартаптарға, компетишндарға, соның барлығына қатысып көріп, интерншиптарға тұрып, сондай іс әрекеттермен айналысыңдар. Әйтеуір дүние жасау керек, қай жерде болмасаң да. Сол үшін сондай кеңес беремін. Ол Е- жақта бәрібір өзінің мүмкіндіктері бар, және ол мүмкіндіктері көп деп айтсам болады. Мысалы, әсіресе үлкен бір компанияға жұмыс істеген келсе, сол бангкокқа барудың амалы дұрыс шығар деп ойлаймын. Солай. мгм. Иә, көп көп рахмет саған. Тағы да менің ойымша осы айтқан кеңестерін бізді тыңдайтын және Хонконгға түскісі келетін, сол жерде оқығысы келетін болашақ студенттерге бір жақсы бір ой салады деп ойлаймын. Әрине. Солай, көп көп рахмет бүгін бізге уақытыңды бөліп осылай подкастқа қатысқан үшін алғыс айтқым келеді. Ам, Бұйырса сені тағы да құттықтаймын оқу бітіруіңмен, өйткені Рахмет. бізде қарашада марапаттау рәсімі болмақ, кеш болмақ, соған барасың. Ата анамен бармақсың, иә? Өзім барамын. Өзің барасың ба? Иә, Иә, өте жақсы уақыт өткізесің деп ойлаймын. Бұл да бір үлкен жетістік. рахмет. Бір үлкен кезеңнің бір нүктесі қойылып жатыр және сені ересектердің әлеміне аяқ басуымен құттықтаймын. Рахмет, рахмет үлкен. Жылағым келіп келді. Солай, расымен де акустикалық кешті де ұйымдастырдық. Сол бір дайындықтардың арасында осылай біз жақсы достасып кеттік. Аямен, Аблаймен, Аяны да Аблайды да ерекше көремін, өйткені шынымды айтсам бір потенциалымды ашуға бір
менің бір ойымдағы нәрселерді орындауға бір атсалысқан көмектескен адамдар да, және бірден тіл табысып кеттік сол үшін. Және менің Сеулдегі ең алғашқы бір осы семестрімді әсемдеуге, әрлеуге көмектестіңдер де, сондай. Соған көп көп рахмет айтқым келеді. Сондай жылы сәттер өмірінде көп болады деген ойдамын. Иә, жұмыс табуыңа тілектеспін, және алатын жалақың өте тартымды болсын, көп болсын. Ал мен саған да барша жақсылықты тілеймін. Рахмет үлкен. Сол. Өзінің үлесіңе де бәріне рахмет. Иә, солай. Иә, ендеше құрметті достар, біз бір кесе шай подкастының аяғына келдік. Тыңдағандарыңызға, және келесі шығарылымды асыға күтесіздер деген ойдамын. Солай. Сау болыңыздар деп айтқымыз келеді. Сау болыңыздар. Көріскенше. Рахмет үлкен. Барлықтарыңызға сәттілік. Иә, рахмет.